Ауылның сторисіне қарасақ, дамыған, мәдениет үйі бар, зор ауылсақ. А еще им там очень весело, я смотрю. Да, согласна. Әйтпесе уже связьға шығып, қалада болатын еді. Қыздар, моя друга жамандамаңдар. Ералы жақсы жігіт негіз. Не защищай друга, а? Я не защищаю, я говорю правда. Енді конкурста ұтамыз деген ойдамыз. Құдай қаласа. Оны ғышы ақпыта не болды, соны айтшы? Делай, движется, родной. Қыздар, менің сендерге бір ұсынысым бар. Қандай? Ол жаққа қалай барамыз? Әзірге белгісіз, ну точно автобуспен емес. Оның орнына қыз іздеп жүргенше ағай ұсынған қызды көрейік та? Я сөйткен дұрыс болар. Егер қыздар келісіп тұрса, онда көрейік. Жұмаржан, келе қойшы. Топ құрамында Назым, Іңкәрмай, Мадина, Мейірім және де ең сұлу қыз Ақбота. Ақбота, сенімен пара болған ұнайды. Мен да оттарак майысып тұра берем ғой, тұра бермей. Ах, вот как. Тебе, значит, понравилось быть ее парой, да? Медина, бұл спор болған. А, бұл спор ма? Ақбота қуасың ба? Никак не могла поверить словам, что может быть кто-то здесь круче меня. Запомни момент, я пришла не одна, взорвем это шоу, спусти навсегда. Иә, сонымен өз аяғымен ауылға кеп тұрған әпедемі қыздан айырылып қалдым дейсің бе, Мақсатжан? Солай болып қалды енді, апа, айтпаңыз енді. Енді олармен хабарласып тұрасыңдар ма? Ана Әнжу Маржанның жағдайы қалай екен, білесің бе? Ой, әже, олар қазір звезда. Әнжу Маржанды қазір көрсеңіз танымайсыз. Съемка, түсірілім деп жүреді қазір. Оңай алданбайм, қымбат арзанға, қолың жетпейді, Әнжу Маржанға. Stop, stop, please stop, stop, мен саған енді. Джекпот, телефонымды алмаймын, Джекпот, сен мені ғана ойлайсың, Джекпот, арманымды орындайсың, Джекпот, Джекпот. Ал мен баяумын, күн түн аяумын, қымбат бояуым, мен аяулым, ла-ла-ла. Ал мен баяумын, күн түн аяумын, қымбат бояуым, мен аяулым, ла-ла-ла. Stop, stop, please stop, stop, мен саған енді. Джекпот, телефонымды алмаймын, Джекпот, сен мені ғана ойлайсың, Джекпот, арманымды орындайсың, Джекпот, Джекпот. Бірақ, әже, олар молодец. Кішкентай ауылдан үлкен қалаға сахнаға шығу деген қиын зат қой, ше. Менің Әнжу Маржаным батыл қыз ғой. Өзін сағынып кеттім таса. Тоқташ, Мержан, сен оның бәрін қақтан біліп отырсың? Әлде аяулыммен сөйлесіп жүрсің ба? Соны айтамын. Бірақ аяулым қарамайды ау кәс саған. Ол деген звезда болып кетті, дичо.
телевизорда жүр. Алдында бір жаңа жылдың концертінен көргем. Эй, Ане, қайс, кәне? Аниматор кел, көрмей тұрсың ба не? Ой, Аязата кел, дегім кел, ұмытып кет. Есікті аш, өткіз жібер, сосын тәпішкесін бер. Йоу, тұр асылып, Аязата алып келді, жиған терген хасылын таратып отбасыға. Мейрамның басы бұл, сарғаймаса әппақ қардың дәмі жалпы жақсы ғой. Ғажайып расында. Дереу дайындау бәріне үлгер, сиқырға толы ғажайып күнде бірге, бұл бізбен бірге. Дереу дайындау бәріне үлгер, сиқырға толы ғажайып күнде бірге, бұл бізбен бірге. Бар әлем бақытқа бөленуде, уақыт келдіргендер дайында тілегінді ертеңге. Аулаған сен далада, бауыран алдана, баладай қуандай. Дереу дайындау бәріне үлгер, сиқырға толы ғажайып күнде бірге, бұл бізбен бірге. Дереу дайындау бәріне үлгер, сиқырға толы ғажайып күнде бірге, бұл бізбен бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 теңге бізде жаңа жыл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 теңге бізде жаңа жыл. Айтпақшы, ана әкімнің қызы да солармен бірге қалаға кетіп қалып еді? Иә, әже, олар да топ болды ғой. Айскрим ба, сондай әйтеуір. Ауылда жүріп, талантты байқамаппыз ғой. Солай ма? Әй, ана әкімнің қызы да сондай жақсы қыз емес? Күшті қыз ол, жақсы қызың. Иә. Қателеспе болмашы жазым, сен мені сүйесің, сезімің шын, жүрегіңде сақтайсың атын азым. Мен ұнатып сенің болады ма жолың, есімімде жанымда сұлулыққа толың. Менсіз бұл өмір саған бос, сен маған емес саған боламын мен бос. Мен ұнатып сенің болады ма жолың, есімімде жанымда сұлулыққа толың. Менсіз бұл өмір саған бос, сен маған емес саған боламын мен бос. Алдымен анау үлкен қыздардың тобын, содан кейін айскрим тобын шығарамыз деп жоспарлап отыр екен. Сен олардың жоспарларын бәрін қақтан біліп отырсың? Әлде сені мейіріммен сөйлесесің ба? Айтқандай, Расул, Нұрал, сендер ауылдың бетке тұрып пысық жігіт емессіңдер ма? Не үндемей отырсыңдар? Әлде не, сендердің қыздарыңа жауап бермей жатыр ма? Әй, Мақсатжан, сен осыларға көп тиісіп кеттің, өзіңнің қызың қайда?
Сұрамаңыз, апа, сұрамаңыз. Кетті ғой, продюсер болам деп, қалаға кеткен. Не ожидал я хороша, свежая всегда, даже после куража. I get what I want, but... Апай, осы сіз неге Макс ағаймен тәке қосылмадыңыздар? Өзі ғой, концертке бола автобусты бұзған. Автобусты бұзған? Сонда барлығына Макс ағай кінәлі ма не? Мә, ағай, сонда Расыл екеуміз автобустың запчастарын бекер орып алдық па? Ту, нені ұрладыңдар, дұрыстап айтсаңдаршы. Мен оны жүрегі кең, мейірімді жан деп жүрсем, қателесіппін. Өз басын ойлап қалған біреу екен. Оны қайдан білдіңіз? Концерттен кейін екеуміз сөйлестік. Концерт тойдағыдай күшті өтті. Рахмет саған, Махаббат. Мүмкін екеуміз... Не екеуміз? Мүмкін екеуміз... Ағай, сізді директор шақырып жатыр. Жареткіз. Екеуміз деп не айтқысы кеткен? Телефон қалып кеткен ба? Родной чотам қызыңды сындырып, көндіріп үлгердің ба? Әйтпесе сендер бұзған запчасты қаланы оңай айналдырып тауып алдық. Мына жақта водительде бірдеңе сезгендей ауылға кеттік деп жатыр. Қысқасы біз қазір біраз ауылда боламыз. Оңбаған. Представляете, концертке бола сондай тірлік істеді ғой. Осының бәрі концерт үшін сөйлтіп отырсыңдар ма? Бұның бәрі махаббат үшін істелген жоқ па? Махаббат үшін бе? Или махаббат абай үшін ба? Ой, бәрі бір ғой. Бұның бәрі махаббат үшін. Мейірімсіз махаббаттың кесірінен. Алла қаншайымыздарын айырып отырмыз десеңізші. Түх, не деген пәлсәфа. Сонда сіздің барған жертваңыз бостан босқа болды ма? Так, тоқтаңдар. Қандай жертва? Ачо, қыздар білмей ма не? Ой, қыздар, еске түсірмеңдер соны. Ой, сіз еске түсірмесеңіз, мен еске түсірейін. В общем, былай болды. Апай, Мақсат ағай сіз жақсы көреді. Сіз Мақсат ағай жақсы көресіз. Көздеріңізден көріп тұрмын ғой. Біздің ағай жаман адам емес қой. Білем жаман емес екен. Просто өзі ғой бәрін білдірген. Қашан, осы концертте ма? Жоға. Біз негізі концертке дейінде таныс болғанбыз. Қандай әдемі білсеңдер. Макстан Махаббатқа. Бәсе, біліп едім осы оқиғаға дейін қыз бен жігіт болып жүргендеріңізді. Ой, қыз бен жігіт былай тұрсын, біз тіпті жарты жыл бұрын үйленеміз деп жоспарлағанбыз. Шын ба? Шын. Макс өзі тойдың датасын, тойдан қайда өтетінін, тіпті тойдан кейін қайда тұратынымызға дейін шешіп қойған ғой. Оның несі жаман? Оның несі жақсы? Жақсы отағасы болам деген жігіт ең алдымен сүйіктісімен ақылдасу керек. Қыздың қалауын орындаған еркектен күшті отағасы шығады. Дұрыс айтасыз, бірақ ағай қазір өзгерген ғой. Білмеймін. Ой, апай, қойыңызшы қырсықпай. Адам деген махаббатына мақсат қойып, жоқ, махаббатына мақсат бе. Қалай?
В общем, сіз қазір Түркістандағы конкурсқа хабарласып бармайтыныздарыңызды айтасыздар. Сосын біз барлығымыз бірге Мақсат ағайдың концертіне дайындаламыз. Сосын ойлаңызшы, зато барлығы Макс и Махаббаттың бірге жасаған концерті деп айтып жүреді. Осы сендер кіп кішкентай болып тым ақылдысыңдар, ә? Ладно, қазір айтайын. Ой, ана жерде сетте ұстамайды ғой. Қазір ана ДК-ға барғаннан кейін звондап айтып қояр. О, міне енді дұрыс. Апай, сіз өзіңіз барлығын реттеп қойыпсыз ғой. Біз автобус жөнделіп, конкурсқа үлгереміз ба десек. Бірақ апай, не болса да дұрыс жасадыңыз. Қыз өз бағасын білу керек. Иә, келісем. Сонымен солай әже. Енді бұл жерде Махаббаттың реніші орында. Ол қыз өзінің бағасын біліп тұр. Иә. Әй, мақсатқа махаббатпен жету жоқ. Махаббатқа жету үшін алдыңа мақсат қоя білуің керек. Иә. Сонда ғана жетесің. Сен бар да ана қыз орнында көндіріп бірдеңе алып кел. Әже туған күнше? Туған күнге келу үшін сол жұптарыңмен келіңдер деп отырмын ғой. Айда барыңдар. Бар, тұрдар. Жұптарыңмен келіңдер. Қыздар, жүріңдер, қайттық. Апай, если қазір Макс аға келсе не істейсіз? Макс? Келмейді ол. Ондай оқиғалар тек кинода ғана болады. Жүріңдер, кеттік. Ханшайым, сен Макс ағайдың келетін көрген болсың? Расул айтты ғой. Сезімің шын, жүрегіңде сақтайсың атына.